енді қошемет деп қояйық, құрметті ағайындар. Көрдіңіздер, үлкен мағлұматқа қанық болдыңыздар. Абай ағамыздың өмір жолы, қазіргі жүріп жатқан жолы дегендей. Абай ағамыз ардақты әке, ұлағатты ұстаз, өнерлі әнші, өнерде үлкен өзінің ойып алар орны бар, үлкен талант иесі Абай ағамыз. Мен сол Абай ағамен бірге, мен де сол қызмет атқардым. Қазір мен сол филармониядамын, негізі. Айзда Жұбанов атындағы облыстық филармонияның қазақ камералық хорының әртісіміз. Яғни соның ішінде бүкіл концерттеріне сол атсалысып жүреміз. Абай ағамен бірге сол бір қатарда тұрып ән салған жандардың бірімін. Бір қошемет деп қояйық. Мен де бақыттымын Абай ағамның қасында осындай ән салып жүргеніме. Ал енді, құрметті ағайындар, Абай аға өмір жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын. Жамбылдың жасына жетіңіз, одан да асып кетіңіз. Бір ағамыз айтады екен, осы мен Жамбыл атамның жасына жетсем екен деп армандайды екен. Сөйтсе бір күні уақыт өте келе Жамбыл атамыздың жасына жеткен кезде бір күн айтады дейді жаңа ағамыз. Жамбыл атамызда жас кеткен екен ғой деп. Сол сияқты Жамбыл атамыздың жасынан да асып кетіңіз, өмір жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын. Мынау енді келесіні ақ тілегін ақтаратын осы жерде ағайындық, туыстығын сіздердің алдарыңызда білдіріп келіп отырған осы жерде ағайындар келіп отыр. Бір қошемет деп қояйық. Ағайын жат болады алыс болса, жатқа жақын болады таныс болса, дұшпан түгіл достарын табалайды, аяғың бір нәрседен шалыс болса. Жаманға дәулет бітсе ауайналар, жақсыға дәулет бітсе бақ байланар. Басыңа жазатайым бір түссе, арасы дос пен дұшпан абайланар деп Шал Құлеке атамыз айтып кеткендей, осы жерде ағайындар келіп отыр. Ал ағайындар, ағайынның, яғни ағайындарымыз жездеміз, қоныс, жездемізге бір қошемет деп қояйықшы. Тағы жездем, сырым қоша жездеміз Ұлжан апамызға, және де інісі өтеміз Бекзат. Осы аты аталған кісілерге бір шапалақтың шарықтауымен, музыканың қуаттауымен бір жақсылықтар ортаға шығып бір ақ тілегін арнап жіберсін. Көңілдірек тойларыңыз той болсын. Ағайындар, қайдасыздар, ортаға шығып бір билеп ұстайық. Хопа! Ағайындар қайда? Жезделер қайда? Апалар қайда? Інілер қайда? Ой, рахмет. Ал енді үлкендерімізден бастасақ. Ал енді құрметті қонақтар, қош келдіңдер. Мына менен бір сөйлеген азаматтар нағат сөздер айтты. Мен сол үлкендердің бәріне қосыламын. Алпыс уақыттарында бөліп айтты. Мына Абайбекті 60 жасында шақырғанда келіп отырған семей аматынан көп рахмет айтты. Бақытты болыңыздар. Енді Абайбек қамында бүгінгі мынау пайғамбар жасына жеткен үлкен дастархан жайып, аған түбімен басын қосып, тілектеуімен қонақ күтіп жатсын. Жас болсын, жастар жас болсын. Жаңа айтып жатыр ғой, Құдай көпсінбесін, артыңа ерген ұрпағың, ұлдарың, қыздарының, немерелердің, жиендердің қызы болуы болсын, тағы да барлық жақсылық болсын. Сені ел көріп отыр, қандай екенін. Мен осыған мақтанамын. Мен үйленген десем, 13 жастар бала едің, және бүгін 60-қа тұрып қалыпсың. Алла тағала жасы жаңа шектеулі емес қой, жаңағы інім айтқан Жамбылдың жасын берсін.
тек қана ауырмай сырқамай осындай ардастырғанда ойнап күліп жатсын. Қай уақытта да бақытты бол. Алланың апам жалғастырайын. Құрметті қонақтар, қош келіп жатсыздар. Менің мына Абайбек інім 63-ке пайғамбар жасына келіп жатыр. Өте қуаныштымыз. 6-сынан бері қарай тойлап жатырмыз. Ұжымдар, өзінің мекемелері 3 мекеме құттықтап, мына да айтып жатыр. Бәрі де болды. Шәкірттері бар екен, өзінің тәрбиелеген. Ұстаздан шәкірт ұзап дейді ғой, жаңағы не алып келіп жатыр деді ғой жаңағы. Иә, гран-при. Өте қуаныштымыз. Біздер енді Орал облысы Қаракөбе районы Аққозы совхозында өсіп өндік. Әке шешеміз болды. Әкеміз бәрімізді оқытты. Анамыз ұстаз болды бастауышта. Абайды кішкентай күннен бастап өзі 2 жасынан бастап қолына сырнай ұстап өзі солай туа біткен талант болар. Содан апам марқұм өзі педучилищеде оларда бұрында бәрін үйреткен ғой. Бүкіл аспаптарды ойнайтын еді, жаңағы домбыраны да, гармошки де, аккордеон бәрін. Сол Абай үйренді енді. Біздер енді өлең жағын үйрендік. Абай сол 2 жасынан бастап гармошки ұстап, одан кейін аккордеон алып берді, гармошки. Бәрін сол өзі туа біткен болар, өзі қосып алады жаңағы. Бір жағынан жаңағы біз 3 қыз болдық. Содан кейін осы Абай дүниеге келді. Әкем марқұм айтып отыратын еді. 3 қыздан кейін жаңағы түс көріп, Алла тағала үлкен ақсақалды шал келіп, қолына таяқ ұстаған, осы балалы боласың, аты Абайбек, жазып ал деп 3 рет айтқан. Сол Алла тағала өзі берген болар, иә. Енді толқып тұрмын. Аман болсын, Хамида екеуі бірге қартайсын. Балалы енді немере, шөбере іштейсің. Бәріңізге қуаныштымын келіп атқан нағашым, Аманжол нағашым, Рай апам, Бағил апам. Бәрі де осы әкемізбен шешемізді көріп өсті. Осында біздер келіп тұрдық Ақтөбеде, мен өзім осы Ақтөбеде оқыды. Бәріңізге ризамын. Менің де қыз күйеу балдарым келіп отыр. Құдағайларға, Шымкенттен келген құдағайға, 2 құдаға, осындағы құдаларға, Саян, жаңа Райқандар, Ақмарал, жаңа құда бәріңізге өте қуаныштымын көріп атқандарымызға. Бәріміз де аман болайық, осылай жақсы өткізейік. Дендеріңіз сау болсын, інімнің жасы ұзақ болсын, ғұмыры ұзақ болып, Хамида екеуі ұзақ өмір кешіп, ата әже болып, немере шөбере сүйіп, аман болайық, еліміз тыныш болсын. Биыл 20-да 20 өте сондай даты өмірде, историяда қалатын. Соған қарсы мына інім 63-ке пайғамбар жасына келіп жатыр. Жасы құтты болсын. Аман болайық. Құрметті қонақтар, бүгін Ғалым Абайбектің 63 пайғамбар жасы толуына келіп, осында ат салысып, бірге тойлап атқандарыңызға көп рахмет. Алыстан келген жаңа айтып жатыр, құдалары, Шымкенттен келген, бажалары, Құлсарыдан келген, Оралдан келген жаңағы тумалары, осы отырғанда коллективі, ұжым, бәрі де осы сыйлағанның пайдасының арқасында бәріңізде әркім сыйлағанның қолы дейді ғой, нағашылары бәріден бір тума сияқты ғой, бір дастарханда жиналып берілсін. Енді бәрімізде осындай тойлап жүре берейік, ауылмай сырқалмай. Мына халқымның жасы құтты болсын. Тек жаңа жемістерін айтып жатыр, мен көп сөйлемеймін, жемістен жете берсін. Осы енді мына ең бірінші айтайын дегенім мына семьясы ғой енді. Мына балалары, қыздары осындай бірігіп, бір алақанға жон бір жұдырықтан осы әкесілерінің 63 жасын тойлап, құрметтеп жасап жатыр енді.
былайынша айтқанда сөздің ішіне керек, екісінің бірінің қолынан келмейді ол. Сөзбен айтқанмен іспен жасау келмейді. Асоған соңына Хамидаға жолдасы, мына бала қыздарына өз атымнан рахмет айтамын. Енді сосын мен бір не қылайын деп айып өтпеңіздер. Мен қазір Орал облысында тұрам. Бұған шейін осы Ақтөбеде күзді көшіп кеттім. 25 жыл тұрып едім. Осы Ақтөбеде 25 жыл тұрдым. Сонда осы маған пәтер жасап көмектескен осы Алабектің нағашысы Аманжол ағай, Рай апай. Тек дендеріңіз сау болып, жасаған жақсылықтарыңыз алдыңыздан шығып, тек өте құрметтеймін сіздерді. Қазір енді әке шешем жоқ, осында келген тумада болған жоқ, мен жасыратыным жоқ ағайынымда. Сол кісілер пәтер жасап, үлкен болса да, ауырып жатсам да, мен бұл көп бармағанмен үйге келіп маған інім деп кәдімгі көңіл күйім сұрап, сөйтіп кететін. Сол жақсылығын ұмытпаймын еш уақытта. Айып өтпеңіздер, енді мына осыны пайдаланып, сол кісіге рахмет айтып жатырмын. Осындай қолдап келіп жатқандарыңа бәріңе рахмет. Тек дендеріңіз сау болсын, бірінші байлықтың саулық дейді ғой. Бәріңізді ауырмаңыздар. Құдайдың берген жасын жасап жүре беріңіздер. Рахметін көп сөйлемеймін, айыптыңыз. Құрметті де қымбатты тойшы қауым, інім Абайбектің 60 жасына жиналып, той жасап жатыр балдар. Құтты болсын. Тойға ұзағынан болсын. Тойға мына құдалары келіп отыр. Құдалар Шымкенттен, Шырайлы Шымкенттен, нағашым отыр жаңа Аманжол ағайы, Шәмил ағамның жаңағы несі Бағида, мына кімнің құдалар, Райқан, Ақмарал, мына достары, құтты болсын, ұзағынан болсын, той-тойға аласың. Мына інімнің пайғамбар жасы құтты болсын, жаңа бүкіл жақсылықтың бәрін айтып кетті. Мына Хамидамен бірге қартайсын. Хамида жақсы келін болдың, әкем мен шешемнің сүйіп алып берген. Аяулы ініме жар болдың. Немере шөберенің асыл әжесі болдың. Мына қымбатты құдаларыңның, қымбатты да қадірлі төрде тұратын құдағайысың. Сол статусын жоғарылай берсін. Тек Алла тағаланың жақсылығына көзіне шалынып ұзағынан болсын. Тойшы қауым, той құтты болсын, той-тойға ұлассын. Тек тойда жиналайық. Орамал той болмайды, жол болады дейді. Ініме жолдасым екеуміз жаңағы аз да болса шапанымыз бар, соны жабуға рұқсат етіңіздер екеуіне. Қандай мұнда енді. Қошемет ете қояйық ағайындар. Зерлі шапан. Ал. Құрметті де, қадірменді бүгінгі Абай ағамның 60 жасына келіп отқан коллективтері, жан-жақтан келіп отқан құдағайлар, Атыраудан, Қызылордадан, Оралдан, тағы да басқа жақтан келіп отқан ағам сыйлап келіп отқан қонақтарға бәріңізге де рахметімді айтамын. Қош келдіңіздер. Аға, бүгін 63-ке толып жатсыз. Жасыңыз құтты болсын. Жастан жасқа толай беріңіз. Мына бұйырса 17 жиен немере шөбереңіз бар. Солардың қызығын көріп, мына жеңгем екеуіңіз әрқашанда осы балалардың қызығын көріп жүре беріңіз. Тек қана ақылшы болып, әрқашанда ақылшысыз қайда жүрсеңіз де телефоннан болсын, інім ішпе, інім ақылыңды бүкіл айтып жатсыз. Бүкіл рахмет. Әрқашанда тек осы 100-ге толыңыз. Жасыңыз құтты болсын. Бір қойым және 20 мың теңге ақша. Ал қошемет ете қояйық құрметті қонақтарымызға. Ал суретке түсіп алыңыздар, жақсылап тұрып. Келіні
Ақсуаның Сушашпын, Шеркешпін Сайын қызы Аққозының. Нағашым Төре мұхит Ақбақайдан, байлығым балаларым аман болсын. Ерім бар арқа сүйер қоныс деген, денсаулық саласында еңбек еткен. Ал бүгін Арслаже вокалдық ансамбльдің қатарында сіздерге ілтипатпен басын деймін. Bizim 16 Қазталықтың жігіті Әділбек Сүлейменовтің композиторымыз. Біздер сол әжір ансамблінде ән айтам, соның өлеңін айтам, әкеме деген, әкем әнім деген. Көшірдің бақта риядан, кетпесін ойдан қиялдан. Арманға биік қол созсам, тұрарсың демеп жиялдан. Көңілің бүгін алаңда, күттің бе әке бағанда. Шаттық пен жарқын тойыңа, сыйлаймын сазды бұл әнді. Шаттық пен жарқын тойыңа, сыйлаймын сазды бұл әнді. Жүректі тербеп көрсіндім, биікке ұшсам сүйсіндім. Жырақта жүрсем қашанда, сағындым әкесіңді. Көңілің бүгін алаңда, күттім бе әке балаңды. Шаттық пен жарқын тойыңа, сыйлаймын сазды бұл әнді. Шаттық пен жарқын тойыңа, сыйлаймын сазды бұл әнді. Ой, рахмет апа. Кетпеңіз, кетпеңіз. Сіздің құрметіңізге. Міне, апамызға той бастар. Бір қошемет еп қойайық. Той бастар. Бәсе біліп едім мен. Осы кісілердің арасында бір әнші бар екен. Қошемет еп қойайық апамызға. Апа, даусыңыз шарықтай берсін. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын. Осындай той думанда ән салып, гүлдей жайнап, қолпырып жүре беріңіз деп бір қошемет еп шапалақ ұрып қойайық. Осындай мен сияқты бір тамада, осындай әжеміз ән салып жатқан кезде, әже, дауысыңыз шарықтасын, жасыңыз 100-ге келсін, жасыңыз 100-ге келсін деп жатса, жаңа әжеміз айтады дейді, айналайын мен 103-темін ғой деп. Сол сияқты 103-ке келіңіз апа, бір қошемет еп қойайық апамызға. Ал онда. Халық әні, атыңнан айналайын халық әні. Есімің дүйім жұртқа танымалы дейді. Бір қошемет еп қойайық бірге, бір билеп алайық, сосын дастархан басына жайғасақ.
орындарымызға жайғасайық. Әлі де тағы да тілек айтатын жандар бар. Жақсылап тұрып дастарханға отырайық. Содан кейін келесі тілекті осы жерде ақ тілегін ақтаратын жандар келіп отыр тағы да. Оқтау сұрап барса, сол үйдегі жеңгеміз айтады дейді, өзім де байымды күтіп отырмын деп. Ал енді тілек күтіп отырған, тос күтіп отырған жандар бар осы жерде. Абай ағамыз қайда кетті? Шақырып жіберіңіз. Хамида анамыз қайда? Бақыт деген батырдың пырағында, бақыт деген бұқара ұранында, бақыт деген домбыраның шанағында, бақыт деген досыңның табағында, бақыт деген домбыраның күйінде, бақыт деген Абай ағамыз бен Хамида анамыздың үйінде деп бір қошеметтеп шапалақ ұрып қойып ағайындар. Ал енді келесі ақ тілегін ақтаратын осы жерде маған список бойынша қайын ағалар келіп отыр екен осы жерде. Қайын ағалар Мұрат, Нұржамал, Баянғали, Салқынай. Қайын аға. Осы қайын ағаларға бір қошеметтеп шапалақ ұрып қойық. Музыканың қуаттауымен ортаға шақырайық. Ал енді құрметті ағайындар, жақсылап тұрып қол соғып отырыңыздар. Қайын ағалар Мұрат, Нұржамал, Баянғали, Салқынай. Гүлсара. Мұрат, Нұржамал, Гүлсара, Баянғали, Салқынай. Кәл ортақ билік шайшы, құрметті ағайындар. Қайын ағалар қайда екен? Мұрат, Нұржамал, Батыр, Гүлсара, Баянғали, Салқынай. Мына янда қалып қойған екен. Роза апамызға бір қошеметтеп шапалақ ұрып қойық осы кісілерге. Ал енді ақ тілектің кезегін. Құрметті қонақтар, Сайынтар әулеті бірінші кезекте мынау күйеу баламыз Абайжанның 63-ке толып, зейнетке шығып жатқан той құтты болсын бәрімізге. Ал Абайжан зейнетке шығып жатсын, айтамыз ғой, бұған жеткен де бар, жетпеген де бар. Еңбегінің жемісі, балдарының, жолдасының қасында жаңа еңбек жолыңды көріп жатырмыз, қуанып жатырмыз. Еңбегің жемісті болсын, осы зейнетке шыққан зейнетіңнің рахатын көр, жылдан жылға зейнетақың көбейе берсін, денің сау болсын, ғұмырың ұзақ болсын, әлде де өлеңіңді айтып, жеткіншектерді тәрбиелеп, жақсы әншілер шығарып, гран-прилер ала бер. Енді өзіңді айтып болдым. Енді осындай құрметке жетіп атқан мынау менің қайын сіңілім Хамида, өзінің сүйіп қосқан жарың, әр уақытта әйел адам отбасының ұйытқысы, жағдайыңды жасап, көйлегінің, шалбарының қырын шығарып, әппақ шатырдай қылып, көйлегіңді кигізіп, галстугыңды тағып, дегеніңді істеп, бабыңды жасап жүрген осы қайынсіңілімде еңбегі бар деп айтамын. Ол енді солай да негізінде. Не дейміз енді, осы өмірге әкелген ұл-қыздарының бәрінің рахатын көр. Енді кіммен бір ұл мен бір қыз аяқталған жоқ әлі. Оны да аман сау құтты орындарына қондырып, аяқтандырып, солардан немерелер көрінген немерелерін өссін, жетілсін.
шөбере шөпшекке жет, бақытты болыңдар. Құрметті қонақтар, құрметті ағайлар, Абай мен Қамиданың қуанышына келіп жатсыңдар. Абай мен Қамида почти бірге өрістеп, талай Абайдың қуанышында болдық. Оқуын бітірген қуанышында, балдары үйленген қуанышында. Тек Абайға жақсылық тілеймін. 8 баланы тәрбиелеп, қызды яға, қызды қияға ұшырып. Мені көрген бейнетің тек қуаныштан қуанышқа olsun. Toydan toyga olsun. Немерелерің, шөберелерің тойлары көп болсын. Тойың құтты болсын. Той құтты болсын енді, құрметті ағайындар. Мынау енді бүгінгі үлкен қуаныш болып жатыр. Сол қуанышқа ортақтасып, мынау ұжымдастар, ағайындар, көрші-көлемдер деген сияқты алыстағы тұмаулары бәрі келіп жатыр екен. Той ортақ қуанышымен болсын деген береді. Мен енді мына Құлсары қаласынан келіп отырмын. Абайдың бажасымын. Біздер негізі 3 бала едік. Біреуміз өмірден өтіп кетті, марқұм Беқауын деген. Әрі аға дейміз, үлкеніміз еді бажалардың. Енді осы қазіргі неде Абай екеуміз қазір таңда мынау енді қасымда ілеспей отырған жолдасым Гүлсім, Қамиданың апасы. Мынау енді Абай менің ініммен бірге оқыды. Сол кездерде мен бір іншек дейтін едім. Ауылдас, ағайындас болдық. Сол сияқты іншек болып жүріп, бір уақытта осындай Қамида үйленді де бажа болдық. Сол бажалығымызбен тым жақсы өмір сүріп келеміз. Сый-сипатымызбен, кәдімгі қошеметімізбен деген сияқты 20 жасында да келдім, балдар үйленгенде де келіп жатырмыз. Осы Абайдың қуанышына ортақтасып, бүгінгі мынау 63 адамды 63-ке толып отыр екен. Зейнет жасқа бұл үлкен енді өмірде бұндай қуаныш қайдан келмейтін нәрсе. Мынау ауыз сөйлеп тұрғанда, аяқ жүріп тұрғанда келмеске тағы болмайды. Салып ұрып келіп отқан жағдайымыз бар, қуанышына бөлісейік деп. Той құтты болсын, құрметті ағайындар. Енді Абайдың кеше торжествосында мынау вручение дейді ғой. Үлкен мынау коллективі, үлкен қошеметтеп, балдары оқыған тәрбие берген. Жаңағы жұмыс жасаған жерлер бәрі келіп, олардың ортасында болып отырып, ойға қалдым. Мен тіпті Абайды былай ортада бір жүрген қалса, сырттай мына жұмыста жүргенде Абайды әлі танымаған екенмін. Сол соған өте қатты қуандым. Абайдың мына жұмыстастарына айтып жатқан тілегі, анау балалардың жақсы тілектері, ән салып беріп жатқаны, бұл сабақты беріп жатқандарын біздер көрген жоқпыз ғой енді. Ол Абайдың мұнда мектепте не істеп жүргенін. Сондықтан да осындай жұмыс атқарып жатқан Абай алда мынау риза болсын. Мынандай үлкен жұмыс атқарған екенсіз. Биіктен биікке көріне бер дегім келеді. Аян ұжымдастарына бәріне тағы да рахметімді айтқым келеді. Ағайындар тойға келіп жатқан баршаларыңызда осындай қуаныш той болсын. Той-тойға ұласа берсін. Біз сол қуанышта бола берейік. Еліміз сау болсын. Мынау 20-да 20 жыл дейді. Бұл қайталанбас жыл дейді. Осы жылдың да мынау Абайға дарып тұр екен. Абай 63-ке пенсияға шығып екен. Үлкен қуаныш, есте қалатындай қуаныш екен. Сол қуанышқа біздер бөлісе берейік ағайындар. Той құтты болсын, тағы да айтамын.